Құмырсқалар еңбекқор және әлемде ең көп кездесетін жәндіктердің бірі. Салыстырмалы түрде алғанда бір адамға 1 миллион құмырсқадан келеді және олардың салмағы жердің биомассасының 15%-ін құрайды. Олар жердің барлық түкпірінде кездеседі, тек Гренландия, Антарктида және тропикалық аралдарда ғана кездеспейді. Құмырсқалардың жерлеуі. Құмырсқалардың тірлігін бақылаған өткен ғасырдың зерттеушілері олардың өздерінің арасында өлген құмырсқаларды жерлейтінін атап кеткен. Бұл олардың түйсіктері барына дәлел емес пе екен? Өлген құмырсқалардың денесін илеуіне жатқызбайды. Жұмысшы құмырсқалар оны илеуінен қашықтау ерекше жерге апарып тастайды. Бұлай жасау неге керек болды екен? Қазір белгілі болғандай, құмырсқалардың тірлігінде мүңкіген иіс үлкен рөл атқарады. Құмырсқа жемтікті илеуіне апарар жолында өзінің ізіне ерекше иіс бар жат феромонды бөлдіріп қалдырады. Сонысымен басқа құмырсқаларға азықтың қайда жатқанын білдіреді. Бұл жәндік қауіпті сезсе, өзінен басқа бір феромонды бөліп белгі береді. Құмырсқалардың жерлеуі осы иіспен байланысты. Өлген құмырсқаның иістенген денесі өліктің иісін мүңкітіп, басқа барлық тірлікке байланысты иістерді басып кетеді. Сондықтан жұмысшы құмырсқалар өлікті илеуінен алысқа сүйреп шығарады, көп кешеулетпейді. Инстинкт солай. Осы жайт қарапайым тәжірибе жасап дәлелденді. Өліктің феромонын тірі құмырсқаға жағып, илеуге жібереді. Оны бірден көмуші құмырсқалар ұстап алды да, жанталасып қарсыласқанына қарамастан молаға апарып тастайды. Әлгі құмырсқа моладан қашып, кері оралғанда, оны құмырсқалар жады жолда ұстап алып, өліктің иісі шығатын жерге кері апарып тастайды. Бұл әрекет бірнеше рет қайталанады. Әлгі құмырсқаның үстіне жағылған өліктің иісі мүлдем ауаға ұшып тарап кеткенше сөйтті. Өстіп, жануар жәндіктерде адамға тән қасиеттер бар болу мүмкін деген керағар пікірдің күлі көкке ұшты. Жануарлардың кейбір дағдыларының адамға ұқсас қырларын көруге тырысу кең тараған құбылыс. Бірақ көп жағдайда ол шындыққа сыймай адастырып жүр. Міне сондықтан да ғалымдар жануарлардың саналы дейтін дағдыларына үлкен сақтықпен қарайды. Ал қауіпті жағдайда өз бастарынан кешірген аңдар, құстар өздеріне қандай сабақ алады? Ғалымдардың зерттеп айтуынша, тосқауылға түсіп әрең құтылған қасқыр сол күннен бастап аңшылар қуғанда тек ашық жерлермен қашатын болған. Қақпанға түсіп қалып құтылған қасқырдың арланы адамның иісін сезсе, тек жолмен қашуға тырысқан. Кеуек қар басқан жерлермен жүгірмеуге тырысқан. Өйткені онда қақпанның құрылу жататынын енді ол біледі. Бұл аңдар кейін өз үйірін бастап, ең қауіпсіз жерлермен жортатын болған. Осы қасқырлар қарбызды да қалай жару керек екенін біліп алған. Олар қарбызды сайдың жарғабағына дейін домалатып әкеліп, төменге құлатып, жарылған қарбыздың ішін жеуге әдеттенген. Бүркіттер мен қарғалар тасбақаны көкке көтеріп, ұшып апарып, жердегі тасқа тастап, быт-шыт қылып етін жеуді дағдысына айландырған.